Сәлем достар, сіздерді күттіріп қойғанымыз үшін кешірім сұраймыз. Бүгін логикалық сұрақтардың 7-ші шығарылымын көретін боламыз. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ. Бір теңгеліктерден төмен қарап құрылған үшбұрыш бар. Ал 3 теңгенің орнын қозғату арқылы үшбұрыштың ұшын жоғары қарату керек. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Bir жүргізуші өзімен бірге правасын алуды ұмытып кетті және жолдың қарама-қарсы бағытына қарай жүрді. Оны көрген полиция неге оны тоқтатпады? Үшінші сұрақ. Екі үй өртеніп жатыр, кедей мен байдың үйі. Полиция бірінші болып қайсы үйді өшіреді? Төртінші сұрақ. Bir кеме суға аударылып, бір жігіт аман қалыпты. Ол есін жиып көзін ашса, тек қана әйелдер өмір сүретін аралға тап болыпты. Және ол жігітті өлтірмекші болып, соңғы сөзіңді айт депті. Жігіт оларға бір сөзді айтыпты, бірақ әйелдер оны босатып, кеме жасап беріп, үйіне жіберіпті. Сұрақ. Жігіт оларға не деген? Бесінші сұрақ. Бұл сұраққа бастауыш сынып оқушысы 5 минутте, ал студенттер болса 15 минутте жауап бере алады. Сұрақ. Экранда көрсетіп тұрған осы сөздер нені білдіреді? Алтыншы сұрақ. Екі кісі өзеннің арғы жағына өтуі керек. Бірақ жағада бір адам сиятын бір қайық бар. Екеуі де өздеріне керек жағаларына жетті. Сұрақ. Олар қалай жетті? Жетінші сұрақ. Қай спорт түрінде ат үстінен ат секіріп өте алады? Құрметті көрермендер, міне сіздер үшін оңай, әлде қиын болған 7 сұрақты, логикалық сұрақты сіздерге ұсындық. Ал бұның жауабын 1000 лайк болғанда сіздерге жауабын айтатын боламыз. Сіздермен бірге болған Джоха Мистер каналы лайк басып, коммент жазып отырайық. Сау болыңыздар.